Қанатты ат. Корей халық ертегісі. Баяғыда бір шаруаның 3 ұлы болыпты. Бәрінің де күші көп екен. Ең үлкені ашуланған бұқаны тоқтатып, жабайы қабанды жалаң қолымен ұстайды екен. Ортаншысы шабандоз, кішісі жас шамасы жетпесе де үлкендерден қалыспауға тырысады екен. Олар тұратын ауыл тік жардың үстінде еді. Теңіз қарақшылары ауылға жиі шабуыл жасайтын. Бірде таудағы үңгірден сиқырлы қылыш жоғалып кетіпті. Бұл қылышпен ер адамдар ауылды қарақшылардан қорғайтын. Олар тауға шығып, қылышты сермеп қалғанда, оның жарқ-жұрқ еткенін көрген дұшпандар қорқыныштан қаруларын тастай қашатын. Сол сиқырлы қылышты үңгірден жаулар ұрлап кеткен болса керек. Сол кезде үлкен ұлы әкесіне келіп былай дейді: «Әке, мен сиқырлы қылышымызды қайтарғым келеді». Ол осылай деді де жолға шықты. Күн мен түн өтті, қанша өзен мен таудан өтті. Бір шатқалда қыш шатырлы үй тұр екен. Жас жігіт қақпадан кірсе, ауылда ұзын ақсақалды қария отыр. Қария былай дейді: «Сенің келетініңді білген едім. Саған қанатты ат дайындадым. Ол тәулігіне 1000 шақырым шаба алады». Қария солай деп таяқпен жерге бір ұрып еді, ақ қанатты ат пайда болды. «Қандай әдемі жануар!» деді жас жігіт сүйсіне. Ол аттың үстіне қарғып мінді, ал ат құйындай жүйткіп ұша жөнелді. Жас жігіт аттың жалынан 2 қолымен мықтап ұстады. Оны бүйірінен теуіп қалып еді. Ат артқы аяқтарына тік тұрып, жас жігітті лақтырып жібереді. Қария жігітке келіп: «Сен қанатты атқа ие бола алмассың, үйіңе қайтқаның жөн», деді. Жас жігіт тағы да бір рет көрейін деп қанша сұраса да қарт келіспеді. Сөйтіп жас жігіт ауылына оралды. Әкесі оған: «Мен сені сиқырлы қылышқа жібердім, ал сен құрғыл қайттың, мені масқара еттің, о сорлы басым», деп ұрсады. Сонда ортаншы ұл әкесінің қасына келіп: «Сиқырлы қылышқа аттануға маған рұқсат беріңіз», деп сұрайды. «Бар», дейді әкесі. Ортаншы баласы атқа мініп шаба жөнеледі. Жолда өзендерден өтіп, таулардан асып, 3 күннен кейін қария тұратын үңгірге жетеді. Қария одан: «Сен кімсің? Қайда жол тарттың?» деп сұрайды. «Мен кеше сізге келген жас жігіттің інісімін», деп жауап береді ортаншы ұл. «Бүгін тым кеш боп қалды. Сен түнді осында өткіз. Сиқырлы қылышқа ертең аттанарсың», дейді қария. Таңертең жас жігітті құстар оятты. Ол аулаға шықса, далада қанатты ат тұр екен. Үсті алтындай жарқырайды. Жас жігіт атқа қарғып мініп, сиқырлы қылышты іздеуге аттанады. Айдынды өзеннің жағасындағы жарға жеткенде ат кілт тоқтайды. Жас жігіт ер-тоқымнан ауып, өзенге ұшып түседі. Ортаншы ұл ұялғаннан басын көтеруге шамасы болмай үйге оралады. Әкесі оған: «Менің көзіме көрінбе, қорқақ неме, сені көргім келмейді», деп ұрсады. Сонда кіші ұл әкесінің алдына келіп: «Әке, рұқсат етіңіз, мен де бағымды сынап көрейін», деп басы жерге жеткенше тағзым етеді. Сонда әкесі былай деп жауап береді: «Үлкен ағаларың құр қол қайтты. Сен кішкентайсың, қылышты қайдан табасың? Оның үстіне айдың толуына 2-ақ күн қалды. Ал мен жолбарыс шатқал арқылы барамын», дейді кіші ұлы. «Ол жаққа баруға әйгілі аңшылардың батылы бармайды». «Жоқ, мен сені жібермеймін», дейді әкесі. Ол үлкендерінен гөрі кіші ұлын қаттырақ жақсы көретін. «Жіберші мені», деп бала жыларман болып жалына бастайды. Әжем өлер кезінде сиқырлы қылышты жаулардан тартып алуды өсиет еткен.
Онда жарайды, деп әкесі кенжесін құшақтайды. Бара ғой. Бала ауылдастарымен қоштасып жолға шығады, ал жол ұзақ әрі қауіпті еді. Бала тоғайдан өтіп бара жатып, олжасын іздеп жүрген жолбарысты көреді. Бала жолбарысқа қарап, аттан гөрі жолбарысқа мінсем тезірек жетермін деп ойлайды. Ол алғашқы өрмелеп ағаштан жолбарыстың арқасына секіріп мінеді. Ал жолбарыс оны көзді ашып жұмғанша қарияның үңгіріне апарады. Қария балаға: «Сен жолбарыс мініп келдің бе?» деп таңдана сұрайды. «Иә, жолбарыспен келдім. Маған қанатты ат керек» деп жауап береді бала. Оның солай деуі мұң еді. Сол мезетте ат пайда болып, тұяғымен жерді тарпып тұрды. Бала аттың жалынан сипады, тұяғын, тағасын тексерді. Қарияға бала ұнады, ақылды да епті екен. «Ақыры аттың лайықты иесі де табылды», деді ол қуанып. Қария балаға сиқырлы қылышты қайдан табуға болатынын айтып берді. «Қош бол, қадірлі қария», деді бала. «Тездет», деді қарт, «ертең ай толады». Баланың жүйрік қанатты аты сиқырлы қылыш жасырылған үңгірге қарай шаба жөнеледі. Бала алдына қараса, арналы терең өзен ағып жатыр екен. Ат шабысын баяулата бастап еді. Бала бар күшімен тебініп қалды. Ат өзеннің үстіне ұшып өтіп, әрі қарай шапты. Ұзақ шапты. Міне, Көренсан тауы. 9 айдаһар үңгіріне жетті. Бала аттан түсті. Ол үңгірге абайлап жақындап барып қараса, оны тас үкі күзетіп отыр екен. Сиқырлы қылыш осында жасырылған. Бала қарияның айтқанын есіне түсірді. Ол бірнеше тамшы шық алып, үкінің тұмсығына тамызды. Үкі ұйқыдан оянып, тұмсығынан алтын кілтті түсіріп алды. Бала кілтті алып, темір есікті ашты да үңгірге кірді. Асыл тастар барлық жерде жарқырап, көзді қарықтырады. Ал тастардың арасында сиқырлы қылыш жатыр екен. Бала оны алып, «Міне, бізді құтқаратын осы» деп, қылышты сүйді де, қанатты атқа қарғып мініп, үйге қарай шапты. Бұл кезде теңіз қарақшылары ауылға шабуыл жасаған еді. Бала оралғанда қызу шайқас жүріп жатыр екен. Ол қылышын оңды-солды сермеп, жауларына ұмтылды. Қылыш жарқ-жұрқ еткенде жат елдің адамдары ұрыс даласын тастап қашып кетті. Ауылдастары баланың қорықпай шайқасатынын көріп, қуана қарап тұрды. Бала әкесінің алдына келіп, басын иіп: «Әке, енді біз ешбір жаудан қорықпаймыз. Міне, сиқырлы қылыш, біздің құтқарушымыз, қабыл алыңыз» деді. «Сен сиқырлы қылышты жаулардан тартып алдың, тіпті үлкен ағаларың да бұлай жасалмады. Бұдан былай да оны сен сақта. Маған қанатты ат пен халқымызды жаудан мәңгілікке құтқаруға деген ұмтылысы көмектесті» деп жауап береді бала әкесіне тағы да тағзым етіп. Сөйтіп мейірімді бала сиқырлы қылыш пен қанатты ат Шихоломанның иесі болады.